Тура болса инандым. Қай жейсің ба? Жем, бірақ кішкене салдырлатпай берсін. Тал түске дейін ұйықтайды ғой бұлар, тал түске дейін. Күн міне жерлеріне түскен ұйықтайды ғой. Сол ғой, мама. Мен де айтам папаға ше. Әй, тұр, келіншегінің қасында жүр, көмектесесің. Тыңдамайды ғой папам мені. Папаңнан да басқа адамдар бар шығар бұл үйде. Кім бар? Мен жалғыз ұл емеспін ба сіздерде? Түсіндім. Арухан, мен саған айтайын ба? Сен туды беріп қойдың уже. Не ту, мама, ол? 2 жылдан бері айтылып жүрген. Или біз көкірек елінде тұрамыз ба? Ту деп, алыс беріс көбейіп кетті ғой тудың. Мен саған айтайын, Арухан, сен слабый болып баратсың соңғы кездері. Қатының айтқанынан шықпай. Мәймен күліп кеттің ғой, мәймен күліп. Ой, қой, мама, бүйтіп ұстаймын ғой мен деген. Әңгіме олайшын сен бүйтіп ұстаймын деген. Дүрпен, кірдің бәрін зыңып жайып қойдым, ровно қып, оттың астын қыздырып қойдым. Кеш таман балыққа бара берейін, білесің ғой, рұқсатың бересің ғой. Болды, тазикті орнына қойып кет. Давай. Көрдің бе әкеңді? Осы әкең сияқты болмайсың ба? Мама, мен тура папам сияқтымын ғой. Сен өзің просто көрмей жүрсің ғой. Оят бар ана қатыныңды. Мына жерде шай құйып отыратын адам ғой сол. Марикош! Ей, тұрмайды ол Марикош дегеніңе. 60 мәрте айттым. Бірінші рет айтқанда оянып қалар ма едім, бәлки. Тіліңмен жағыңа сөйне бермей, башты бар. Бір шай ішкенде бір жұмсап кетесіңдер ғой ше, өйшіп ше. Астыма мінген атым Геннадушка, шабамын көңіл ашып немін үшке. Не стоит на свете жить етуге, азырақ ойнап күлмей молодушка. Зулқияй, рұқияй, қатирай, сағирай, күлзипай, назирай, нағимай, бәдимай. Айдана, көзіңді ашшы. Кешірші мені. Енді қайталанбайды. Мынау саған. Көңілімді енді осымен ауламақшысың ба? Аулайтын не? Балықшымын ба не? Сыйлығымды қабыл ал. Жарайды. Кешірдің бе? Өмір алма кезек қой. Алма кезегі несі? Марикош, не ғой? Менің мамам сен келіңше айтып жатыр да, мына келін өшіп жата бере ма, азынан кешке дейін тіршілік істемей ма деп айтып жатыр да енді. Қойшы, мазам болып тұрған жоқ. Просто кішкене түсінбей жатыр ғой енді, сол түсініспеушілік болғаннан ұрсып жатқан жоқ андай ше, просто айтып жатыр да. Енді өздерің айтқан жоқсыңдар ма? Демалып жат, шаршап қалма деп. Просто сен андай шаршаған адам құсап жатса, просто мама сенбей жатыр ғой сенің шаршап жатқанға. Мен айтып жатырмын бірақ. Мен бекерден жатқан жоқпын. Мен сенің балаңды көтеріп жатырмын. Бірақ болды бар. Болды, жарайды, жата бер. Мен онда мамаға айтам, сен қатты ауырып жатыр деп айтам, ма? Андай бір 2-3 күнде кетіп қалады деп айтам. Жынсың ба? Не болды? Ойнамашы үйтіп. Жарайды, онда жеңіл-желпі ауру айта сала, мысалы аппендицит болып жатыр деп. Тентек болып қалғансың ба? Аппендицит деген саған оңай ауру ма? Так, не бар еді? Тұмау десем ше? Сөйтіп айтсай, тұмау деп. Мама кеп не қылған кезде қазір мама бет ауырып жатыр, мен тұмау бет деп айтайын, Мама айтып қояйын, болды, жаным, жақсылап демал, Қашамын? Жақсы. Жақсы кем. Іште? Қайт орнына кеп қалды. Ма, таратып кеш бар көшеге. Айна, таратып кетсе бе? Өзі таратады? Көршілет білесің бе, тесіз таратып? Онда өзім салпылдап. Ода әкеңіз. Өзім таратып келесің. Отыра беріңіздер. Бірден айтқан кезде істей салмайды осылар? Мама, дарбыз деп жатыр. Балдыз деп жатыр. О, қақтың дарбызы? Балдыз нес? Дарбыз деп жатыр. Дарбыз алайықшы. Дарбыз деп жатыр. Балдыз деп жатыр. Ой, дарбыз сатып алайықшы. Дарбыз деп жатыр. Деп жатыр. Барайық.
Сөйлестің ба әйеліңмен? Неғып тұрмай жатыр екен? Сөйлестім, қатты ауырып жатыр мама. Не деген ауру бұл? Не деген ауру? Біз осы жас күнімізде аурудың асында білмейтін ек қой? Жүре беретін ек қой? Енді мама, енді түсінсей, аяғы ауыр, сосын ауырып жатқанда енді. Ойбай, бүкіл Қазақстанда соның ғана аяғы ауыр, сол ғана ек қабады, мен білесің ба, мына сені туарда 2 күн бұрын роддомға кетпей тұрып, үйдің іші сыртын тазалап, әктеп, ет асып тамақ істеп кеткен мен айналайын. Жүре беретін ек қой, іштің тірлігі, сырттың тірлігі қарамай. Әбден масыл болып тыңғасындар ғой. Мен еш нәрсе білмеймін, Аруған. Ертеңнен бастап азында ерте тұратын болсын. Түсіндің ба? Жұмыстың барлығын істеп, менің аяғым жуып дайын тұратын болсын. Ұрасың ба, соғасың ба, айқайлап түсіндіресің ба өзің, қалай түсіндіресің мен білмеймін. Түсіндің ба? Кеттім, еш нәрсе білмеймін. Давай, жөнге келтір. Қайбір тіршілік десем бәді, аяғым біраздан бері жумаған, соны айтып отырған. Нома? Как раз... Ал, мәңіз. Алыңыздар. Ана, балаға төлей саласыз ғой, апа. Қанша болып жатыр дарбыздарың? Негізі 100 теңгеден, сізге 80-ден бе... Жан, білесің ғой, мен сені жақсы көрем. Мен саған ғашық болып жүрмін. Мен қызым боласың ба? Сәрсен, білесің ғой, мен жігітім бар екен. Мен басқа біреуді жақсы көрем ғой. Шақыра бермеші енді. Ай! Бөшкі Сәрсен! Гүлжан! Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Иә? Ойпырмай. Сол мектеп кезден әлі 1 килограмм тастамапсың ғой, иә? Сен де мен сияқты болып кетсің ғой. Саламатсыз ба? Келінім. Көп жасаңыз, иә. Қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың, амансың ба? Жақсы. Тұрмысқа шығып. Қалай, күйеуің қалай? Үйде ме? Амандасып шығайын. Жоқ. Командировкаде ғой. Қашан кетті командировка? Кеп қала ма? Или кеш кетті ма? 30 жыл болды командировкаде жүргеніне. Сотталып кетті ма не? Жоқ, қақтың сотталған, құдай сақтасын. Кетті да. Кешірші. Жатқан жер жайлы. Ондай кеткен жоқ. Ояқтың командировкасы емес. Просто екеуміз андай, екі. Бәсе жүзік жоқ та қолыңда. Дұрыс айтқан да. Өзің, бала шағың бар ма? Қалай? Жоқ. Әйелің көтермей жүр ма? Көтермейтінде әйел болмайды ғой. Бойдақпын, үйленген жоқпын. Қойшы? Қой, сен отказ бергеннен кейін сол күй үйленбедім ғой. Однолюбпын ғой мен. Қойшы, енді со. Мен не келіспет деп бойдақ жүрмейтін шығарсың енді өтірік. Бойдақпын әлі. Кел, ал. Қанша болып отыр дарбыздарың? Ала бер. Ойбай, ала бер деген ес. Алмақтың да салмағы болды, ақшасын төлеп аламыз. Қаншадан бересің? Жан, ала берші. Салмақ туралы әңгіме етпей қойшы, өтініш. Ала берсей. Қанша болсам болады енді? Қанша оны алғың келеді, ала берші. Төгіп кетемін мынада бәрін. Иә. Болданда алтауын алайық. Жағай, екеуін аңдар. Ауыр болады ғой алтауы. Көтер алмайды ғой, біреуінің өзін зорға көтеріп отыр. Мейлі онда, екеу болса, екеу алады. Обед ішпеппін ғой мен. Шай ішпеппін ғой, есіме ішіп кетіп, басым ауыратын болды ғой. Өлә, тапа-талыс болды, әлі обед ішпегесің ба? Өлә, сен онда бітсе? Иә, сөйтекші. Тіке жүресің да? Оңға бұрыласың. Сақта кездесеміз, Жоқ, Жеңіс деген, нандай кафе бар да? Кафе. Жарайды. Жақсы. Рахмет Сәрсен. Аман бол. Мектеп кезінде зор қыз еді, зор қатын болыпты ғой. Айда! Сен қатынша надоел болдың уже. Вообще бір жақсылық түсінбейді екенсің. Білмеймін мен, Қазақстанда сенің ғана аяғың ауырма или. Вообще бір бала көтергенің міндет болып кетті ғой сенің. Айтпайын десең айтқызасың өйсіпше. Ата-анамызбен осы ойбай саған жақсы болсын, осы қыз ештеңе істемей-ақ қойсын деп едік. Вообще ештеңе істеп жатқан жоқсың ғой сен. Просто жатсың ғой. Міндет кәдімгі ше. Түсінбеймін мен. Жақсылық істеп жатқаннан кейін сен де сәл түсінсей соны.
Или ондай нәрсе жоқ па, сенің планетеңде жоқ па ондай? Деп ұрсайын десем, жан мен саған ұрсамаймын ғой өйтіп. Мен сені жақсы көремін ғой. Қазір мен саған ұрсам, сенің жүрегін жаралап аламын ғой мен деген. Сосын мен қалай өзім күн көремін мысалға айтшы. Жаным, сол үшін давай осы ұрысқа жеткізбей қояйық, иә ма? Жетейікші, өтініш. Оны алда прямо Гүлжанға апарып бермақ ма? Басқа ешкімге айтпа. Кімге апарып бересің? Гүлжан әпке. Ешкімге айтпа, түсінің ба? Түсінің ба? Қазір апарып бересің. Қауын берем сосын тағы да, мақма? Бар. Өлтіретін жасындар мен арам шөптер. Қурап кетуге болмай ма сонда, бірден өртеп жіберетін ем, бәріңді. Бізден де шықпай қалдыңдар, Зайгүлдер. Бірге бір. Қаға келатсың? Мына үйге. Мен үйім ол, білесің ба? Білем. Не ана қолыңдағы? Алма. Көріп тұр қалмай екен. Кімге әк келатсың? Осы үйдегі бір апайға. Бір апайға. Кім бері жіберттің? Не ағыласың? Не ағыласың дегенміз. Бергішті, не аңына бірден тұр. Құлағым айбеш. Не ағыласың деген, не сұрақ ол? Кімге әк келатсың, айт бол. Білмейм, братан, жіберінші қолым ауыр отыр. Кезінде братандарымызға сөйлей алмайтын ектің кел деп. Қазір жастар түсінбейсің, ағаларынан қорықпайды. Құлағым ауыр отыр, көке жіберін. Кім бері жіберді, айт бол. Бір көке бері танымайым. Қандай көке? Білмейм, танымайым. Точно ма? Біз танымайым. Тыңда жақсылап. Тағы да осында бір бәле үйге әкелетін болсаң, құлағың жылып, қолыңа ұстатып жіберем, түсіндің ба? Түсіндім. Бар. Тасақ бет алман. Şu gülü var ya. Kimge bu? Келе. Наны прямой Гүлжан әпшеңе апарып бермақ ма? Кімнен десе, Сәрсен аға беріп жіберді. Наше помидор. Сицебили анамны жауып жесін деп атыр демақ ма? Себастьян, бір. Бол. Әпше! Кел, махаббат, кел. Не қылды? Мен сізге бір семіз ағай бер жерді. Өпті, бара бер. Жүндім, помидор бер жүрген емес. Шадасып кеттім екен, Көп қой, үйде помидор. Тетік болып қалған ба. Қайға баратсың? Ау. Не ана қолыңда? Ау. Найға әк белатсың ба? Ау. Ауыңа жамау. Ау. Кете бәрі. Ау дей бергенмес. Басқа сөз білмейм ба? Не мына проходной двор ма или бала бақша болып кеткен ба біздің үй? Кішкентай балдардың барлығы келіп осы жерде бала бақша сияқты осы жеп. Құрбан анаға. Ой, зор бұл жақта. Мен ойлағам, ауылға келсем бәрі быт-шыт болады деп ойлағам ғой. Күшті. Аруханға тиіп алғаным зор болған ғой. Айтқанның бәрін істейді. Не киесің, не жейсің. Салонға да жіберіп тұрады ғой. Үзбеймін салонға барам, постоянно. Дем алам, қазір аяғымды созып алып жатырмын. Еще көтердім дегеннен кейінше кәдімгідей зыр жүгіріп жүр ғой. Енем де, Арухан да. Бірақ шена екқабат емес екенімді білмей тұрып, сразу көтеріп алу керек болып. Ойла, мам. Сен екқабат емессің ба не? Мам, сізге айтам деген негізі. Не айтам деген сен екқабат емессің ба? Мен бүкіл ағайын досқанға айтып қойдым ғой мынаны. Дұрыс түсінбей қалдыңыз, мам. Дұрыс түсінбегеніңіз екқабат емессің ба не? Шөлімді басар, сен бісің кәусар бұлағым.
Гүлжан! Гүлжан! Не алып жүрсің? Немерем ояттың ғой, топас. Алма жібердім ғой. Алдың ба? Жоқ, алған жоқпын, қандай алма? Неше? Помидор ше. Немене жібердің помидорды? Үйдің есіктің алдында шіріп жатыр ғой. Сетсе біле істейсің ғой, берден қыста жейміз, құдай қалса. Кіммен жемекшін, сетсе біле? Сен менмен? Не сенмен? Не айтып тұрсың? Құрып кет бар, құрып кет. Не алып жүрсің? Мен сонда ел алдың бәріне жермен жексен алмақсың ба? Құрып кет бар, құр бар. Гүлжан, болды ғой енді. Жас бала емеспіз ғой, не? Бұзауын келді. Кет. Алмасың, кетпейін. Ол кетші бар. Қырда жолғайық баяғы. Қандай қыр білесің? Басың істемесе қандай қырда? Құрып кет бар. Жолғайықшы. Баяқ бопты барам, давай. Мама? Кім ақырап атқан? Кім ғой қайып қой ішіп аған ба бірдеңе? Ана жақта жүрді, жоғары жақта. Тыныш деп айтайын деп шықсам, неға келсем, жатыр жерде гүл. Кім алып келді бұны? Білмеймін ғой, жерде жатыр ғой, сендердікі емес пе не? Гүл тастап кеткен ма біреу? Беріңізші. Гүл дейсіз ба? Ят болды ғой, Арухан. Мария. Бүкіл ауылға мен мақтанып қойдым ғой, келінін көтерді, Гүлжанға барып сүйінші деп хабар жеткізіп қойдым ғой. Не болды мынау, не болды, қарабет, өлім болды ғой. Енді одан сайын мен Зүлфан деп жерге тығып жіберетін болды ғой, енді одан сайын мына жағдайдан кейін. Сен де әке болып кішкене үйретпейсің ба Аруханға? Не үйретім керек мен? Өтірік айтпауды үйретпейсің ба? Екі қабат бізде алдап жүрген олар. Арухан ба? Ой, сорлы, мен не деймін, домбырам не дейді. Үндемей тұра берші осы жерде. Не болды енді мынау Арухан? Не тірлігенді мынау Мария? Дұрыс па енді осыларың? Кешірші, мама. Өлім болды ғой, өлім. Позор болды ғой, позор. Мен білмей қалдым ше. Қалай білген жоқсың? Шын айт, сен білдің ба? Бұл білді ғой, мен шын айтам, мама. Мама жыламаш, мама. Мама жыламаш, өтіш, мен білмеймін. Арухан, Мария, маған қараңдар. Неше не знаю, еш нәрсе білмеймін. Маған бір ұл сыйлаңдар. Әңгіме бітті. Жүре. Маған гүл сыйлаңдар деген сияқты айта салды ғой, мама, не істейміз, Или бүгін ертең әрекет қылсақ, екі айда дайын болмайды ғой бірақ, Пиндоштан беретін зат бет саған, заказ берсең 10-15 күнде келетін. Құдайдың берген болады да. бірақ. Сен не, маған ке қайтармақшысың ба? Кім ана үйге подарка жіберіп жүрген? Түсінбедім, не айтып атсың? Сыйлықтар көбейіп кетті ғой. Біреулер гүл жіберіп жүр. Біресе алма, біресе помидор. Асылбек, мен сен сияқты басқа ондайға бармайым. Сосын мені өтірік қызғанбай-ақ қой. Маған жала жаппа, түсіндің ба? Не болды, Сәрсен, не болды? Гүлжан, келетін білдім ғой мен, нау саған. Жарайды. Енді жас бала емеспіз ғой, енді бағана да айттым ғой. Бәрін түсініп тұрсың ғой, енді саған деген сезім әлі өшкен жоқ. Жас емеспіз ғой, енді. Алымны подарка беріп, мұқажет етіп жүрмін ғой, соны байқап жүрген жесін. Сен де жалғыз, мен де жалғыз, екі жарда бір бүтін боп. Енді қолымды қайтармай енді. Бетімді де қайтармаш. Алшына. Мал? Ау. Не мынау? Не мынау? Немене ажырасса, сұрау жоқ, іздеу жоқ деп ойлайсыңдар-ау деме? Мен күйеуіммен ажырасам да, иманыммен, ар намысынан ажыраған жоқпын мен. Бала тәрбиелеп отырмын, немере бағып отырмын мен. Ұятсыз. Осындай мынау, сен сияқтылардың кесірінен қатынды алып аласыңдар да,
Өдеп арасынан шықпайсыңдар, көздеріне шөп саласыңдар, уәделерінде тұрмайсыңдар. Обал сауапты білмейсіңдер. Сөйтіп ажырасып, мына біз сияқты ажырасқан деген қоғамның кедергілері шығады. Не болды, бір-екі сыйлық беріп, көндіріп алам деп ойладың ба? А? Әлде сен қарындасың жоқ па? Әпкең жоқ па? А? Осындай класстас, мынастас. Өтірік жанашырлар құртады ғой бәрін. Мына миыңа құйып ал. Енді осы менің табалдырығымды аттайтын болсаң, бетіңді тілем, табақ бетінеме. Ау қатын. Неменеге ызбандай бересің шешесі? Күндізде, түнде де сені іздедім. Кімсің сен, қайдасың, соны